Армысыздар жанкүйерлер, эфирде ұлт футболы бағдарламасы. Ішкі чемпионаттағы матчтардан бөлек клубтарымыздың Еурокубоктегі бәсекелеріне де шолу жасайтын боламыз. Сондай-ақ ұлттық құраманың әр кездесулерде сіздердің назарларыңызға сұнылмақ. Әр аптаның бейсенбісінде арнамызды қосып бағдарламаны өткізіп алмаңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Соңғы уақыт синдромы жетісудің басты мәселесіне айналғандай. Ақжайықтың 5 матчқа созылған жеңіліссіз сериясы өз мәресіне жетті. Атырау көптен күткен 3 ұпайына да қол жеткізді. Қайратты Андрей халықтық команданың құтқарушысы. Сондай-ақ алматылық жастардың чемпиондар лигасындағы бет алысы қалай? Осы және басқа да ақпараттар алдағы 25 минутта. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өткен аптаның сенбі және жексенбі күндері ел чемпионатының 28-ші туры өз мәресіне жетті. Керемет интригаға толы матчтар жанкүйерлердің назарына ұсынылып, көпшіліктің ықыласына шықты деген ойдамыз. Бұл кезеңде 6 кездесу өтіп, 16 гол соғылған екен. Сондай-ақ қолда бар ақпараттар бойынша жиналған жанкүйерлердің жалпы саны да белгілі, 20 мыңға таяу. Қос ұжымдар арасындағы статистикалық мәліметтерді сюжет басына айтатын боламыз. Сонымен көп сөз шолуды бастайық. Алғашқы кездесу Қостанайда өтті. Мұнда жергілікті тобыл өз алаңда Талдықорғандық Жетісуды қабылдап, талас тартысқа толы матчты жиналған жанкүйерлердің назарына ұсынды. Алмас Құлшынбаев шәкірттері осымен бірнеше ойын қатарына соңғы уақыттар синдромын бастан кешіруде. Тең нәтижеге ие бола тұра соңғы сәтте ғана қақпаларына гол енгізіп алып, жеңісті уыстарынан шығарып алу бірінші емес. Бұл жолы да сол жағдай қайталанды. Қос тарап өзара 46 рет кездесу өткізген екен. Мұндағы басымдылық тобылдың еншісінде 23 мәрте жеңіс тойын тойлаған. Ал Жетісудың еншісінде 13. Одан бөлек 10 матч тең нәтижемен аяқталған болатын. Сондықтан бұл кездесу талдықорғандықтар үшін аса маңызды еді. Турнирлік кестеде де жайлап өз орындарынан сырғып бара жатқан олар Қостанайда да кем дегенде бір ұпайды уысында ұстап тұра алмады. Әдеттегідей есепті бірінші болып ашқан Жетісу ойынның небәрі 4-ші минутында доп ауыттан қосылып, оң қанат арқылы қақпалына қарай жеткізілді. Мұндағы қорғаушылардың қателігін ұтымды пайдаланып кеткен Деян Жерманович командасын есепте алға шығарды. Ал 13-ші минутта Мартин Кляйн өз айбалаңда допқа қолымен жанасып, қақпасына 11 метрлік айып соққысын белгілетіп қойды. Нұрбол Жұмасқалиевтің тамаша пасын Артур Шолпа голға айналдыра алмаса да, осындай мүмкіндіктерді командасына сыйлады. Бұны орында Томас Шимковичке бұйырып, ол өз кезегінде қақпашыдан айласын асырып кетті. 20-ші минуттағы мына шабуыл кезінде Чиприян Дяк алдыңғы шептен ашылған Душан Савичке ұңғатқан болатын. Македониялық шабуылшыны Жетісу ойыншылары өз айбалаңдарында итеріп құлатқан еді, бірақ төрешінің ысқырығы үнсіз. Алғашқы тайм аяқталар тұста Шимкович сол қапталдан айбаланы допта әуелетті. Бұл тұстан допқа бірінші болып секірген Сергей Хижинченконың соққысына Андрей Шабанов тосқауыл қоя білді. Тобыл есепте 56-ші минутта алға шықты. Айып соққысынан әуелеген допты бұл жолы Хижинченко басымен тура қақпаға бағыттап тамаша голдың авторы атанды. Жақын бұрышқа топ ете қалған спорттық снарядты қайтару қақпашы үшін қиынға соқты. Күтпеген жерден таразы басы қайта теңесіп кеткен жайы бар. Айып соққысынан тура қақпа алдына жеткен допты кипер өз елігінде сақтай алмай, оған қоса қорғаушыларды қателікке бой алдырды. Нәтижесінде бос қалған қақпаға Вадим Боровский допты тулатты. 63-ші минутта Хижинченко оң қапталға ойысып, өткір шабуыл шебіндегі Савичке үн қатты. Душаның соққысы мұнда да кипердің керемет тосқауылына ұшырады. Ал одан кейінгі мына шабуылда кезек-кезек топқа басымен жанасқан Жетісу ойыншылары өз қақпалар алдында қауіп төндірді. Бірақ олардың абыройына Кляйн соңғы сәтте командасын аман сақтап қалды. Нұрбол Жұмасқалиевтің гол сағатын сәті болған. Басымен бағыттаған соққысы нысанадан мүлт кетті. Соңғы минуттар синдромы ойынның негізгі уақыты аяқталған тұста Шимкович өз қапталы арқылы тамаша паспен жанкүйерлерді тамсандырды. Осы бірде қорғаушыларды қапы қалдырған мына пастан соң Хижинченкоға қақпаны тура көздеуде ешкім кедергі келтірмеді. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Талас тартысқа толы өткен кездесу алаң иелерінің пайдасына 3-2 есебімен аяқталды. Қиын кездесу болды. Тобыл басымдық танытты. Ойыншылардың жеке шеберлігі мұнда рөл атқарғандай. Қазіргі таңда Тобылда бұл жағы өте жоғары деңгейде. Матчтың соңғы уақытында өз-өзімізді жоғалтып алуымыз бірінші емес. Осыған қарамастан тіпті ұпай олжалап кетуге де мүмкіндігіміз болды. Бірақ әдеттегідей соңғы уақыттардағы сылбырлық. Бұл біздегі ортаңғы шеппен шабуылға қойылатын талаптар бар дегенді білдіреді. Өйткені қорғанысқа біршама күш түскендіктен ерте болсын, кеш болсын ақыры өткізіп қояды. Алғашқы минуттардан гол жіберіп
алуымыз осымен екінші ойында. Бірақ жинақылық танытқан шәкірттеріме алғыс білдіремін. Тез арада күш таба біліп, ерлікпен ойын тағдырын шешіп кетті. Жалпы ойынға көңілім толды. Себебі жігіттер берілген тапсырманы орындау үшін барын салды. Алайда соңғы шешуші сәтте бізге бір нәрсе жетіспей тұр. Дегенмен біршама мүмкіндіктерді ұйымдастырдық. Бұл кездесу тағдыры толықтай біздің қолымызда болған бірінші матч. Бірақ қос голды қорғаныс қателігінен кейін өткізіп алдық. Ойынды қайта қарап талдау жасаймыз. Командалық түрде сондай-ақ футболшылардың жеке шеберліктеріне тоқталатын боламыз. Столько моментов создаем, но, к сожалению, Ал қарағандылық Шахтер бұл турда Оралға қонаққа барды. Бір айта кетерлігі Ақжайықтың 5 турға созылған жеңіліссіз сериясын дәл осы кеншілер тоқтатты. Олардың қонақта ойнағандығын ескерсек, Шахтер соңғы кездері керемет қарқын ала білді. Тіпті осы жеңістен соңда алғашқы алтылықта жеңімпаз атануға мүмкіндігі сақтаулы. Қос бірдей гол соғып матчтың тағдырын шешіп алған болатын. Ал Ақжайық пен Шахтердің осыған дейін жолдары 17 рет түйіскен екен. Оның 15-і қарағандылықтардың пайдасында болса, небәрі 2-і оралдықтардың еншісінде. Ал жалғыз ойында жеңімпаз анықталмаған болатын. Бұл маусымда аталған ұжымдардың соңғы кездесуі Ақжайықтың жеңісімен аяқталған еді. Сондықтан кеншілер бұл матчқа тыңғылықты дайындалғандай. 2-1 есебімен 3 ұпайды қанжығалап кетті. Бірінші болып бұл ойында қақпаға тура соққы 26-шы минутта бағытталды. Сергей Скорихтың көздегені бұл жерде нәтижесі аяқталды. Топ қақпашының уысында. 30-шы минутта есеп ашылды. Алаң иелері қақпасына қарай айып соққысы белгіленген болатын. Денис Төлебаевтың қимылынан қателік таба білген Евгений Горячий күтпеген жерден жылдам соққы жұмсап, жақын бұрыштан мүлт кетпеді. Артынша Руслан Валюлиннің бұрыштамадан әуелеткен добыда нәтижесі аяқталды. Алғашқы тайм аяқталар сәтте есеп еселенді. Сергей Скорих ұйымдастырған шабуылға керемет нүкте қойған Юлис Соке қақпашыға еш мүмкіндік қалдырмады. Комбинациялық ойын өрнегі деген осындай болмақ. Фредди Каранель асырған допқа бірінші жеткен Мирослав Литичтің жолына қорғаушылар тосқауыл қойып, мүмкін болар голдан өз еліктерін аман сақтап қалды. 53-ші минутта алаң иелері сапынан Константин Дудченко қақпаның кілтін таба алған болатын, бірақ төрешілер оның ойыннан тыс қалғандығын анықтап үлгерген екен. Ал есеп айырмасы 61-ші минутта қысқарды. Бұрыштамадан доп қақпа алдына жеткен сәтте Игорь Шацкий спорттық снарядқа иелік ете алмай уысынан шығарып алған болатын. Нәтижесінде бұл жерден табыла кеткен Летич қақпа саңылауын тауып командасына үміт сыйлады. Летич ойынның негіз кезеңіне қосылған қосымша уақытта да қақпаны мазалауын жалғастырды. Алыстан нысананы көздеген мына соққысына сәл ғана дәлдік жетіспегендей. Артынша қақпа алдындағы допқа талас барысында да көзге түсті, бірақ мұнда да соққы қиыс. Соңғы 40-тың дәне үстілді. Мұнда тіркелген есеп 1-2. Вахид Масудов шәкірттері біршама үзілістен соң жеңіліске ұшырап отыр. Атыраудағы кездесуге де келіп жеттік. Мұнда қаласының есімімен аттас клуб Тараздан келген қарсыластарын бір ғана доп айырмасымен жеңіп, өз жанкүйерлерін қуантты. Себебі Атырау жеңістің не екендігін ұмытқалы біршама тур өткен еді. Бұл олардың бұрыннан келе жатқан әдеті іспеттес. Жеңістің иісін сезсе қарсыластарын кезегімен жайпай түседі. Ал бір құлдыраса оларды қайта қалыпқа келтіруде қиын. Дәл осы жеңіс оларға алдағы күндері қажет. Ал Тараз әзірше қарқын жоғалтып алғандай, турнирлік кестеден бас көтере алмай жатқан жайы бар. Осыған дейін Атырау мен Тараз өзара 37 матч өткізген. Мұндағы 18 жеңіс батыстық клубтың қанжығасында болса, оны Таразда. Сондай-ақ 9 матчта бір-бірінен айласын асыра алмай тең тарқасқан екен. Бір айта кетерлігі, осы жылғы өзара кездесулерінде тек минимал есеп қана тіркелген. Әрқайсысы өз алаңдарында 3 ұпайды еншілепті. Қонақтардың салған жерден допқа иелік етіп, алғашқы шабуылды ұйымдастырған еді. Бірақ Руслан Исатов нәтижелі аяқталуға жол бермеді. 25-ші минутта Владимир Ажановтың айып алаңында қалдырған добына үн қатқан Павел Шабалинге дәлдік жетіспеді. Спорттық снарядты тоқтатпастан нысанаға бағыттаған болатын. Малик Маненің алыстан бағыттайтын жойқын соққысы мұнда да орын алды. Жасур Нәзіқұлов сәл болмағанда қателікке бой алдыруға шақ қалды. Бірақ дер кезінде қателігін жуып шайғандай. Александр Дамчевский де өз бағын сынап көруді ұмытпады. Жойқын соққы кезекті рет қақпашыдан кері қайтты. 44-ші минутта Пшемислав Тредков Владимир Ажановпен пас алмасып, қақпалдында киперден айласын асыра алмады. Есеп 63-ші минутта ашылды. Максим Фединің жеке шеберлігі рөл атқарып кеткендей. Оң қанат арқылы бірнеше ойыншылардан сытылып шыққан ол ашық тұрған алаңға допты бағыттады. Бұл жерден табыла кеткен Александр Куртеянға нысана көзуде ешкім кедергі келтірмеді. Ойынға қосылған қосымша уақытта Тараз ойыншылары қызбалыққа салынып, төрешіні біраз сынға алды. 93-ші минутта Давронжан Иргашев қарсылас айып алаңында қақпаны нысанаға алған еді, бірақ қорғаушылардан кері серпілді. Осыдан соң төрешіден қарсыласы қолымен жанасты деп пенальтиде сұраған болатын. Бірақ рефери пікірі мүлдем бөлек. Сондай-ақ эмоцияға берілген Тараз бапкері Юрий Максимов та төрешілердің қатаң жазасына ұшырады. Соңғы мүмкіндік бұрыштамада Али Алиевтің әуелеткен добына тосқауыл қойған Нәзіқұловтың мына бір сейвінен соң матчта өз мәресіне жетті. Есепті теңестіруге қанша тырысқанымен Тараз бұл ойында еш нәрсе істей алмады. Так как мы победили, это фантастичный.
Бүгінгі ойын маңызды болды деп ойлаймын. Тіркелген есепте біз үшін жағымды. Бұл жеңіс стратегиялық тұрғыда қажет еді. Сондықтан бізге алдағы күндері мотивация беріп қанағаттандырмақ. Келесі турда да жеңіс үшін ойнайтын боламыз. Қорғаныстағы ойыншыларымыз аз. Чуриев бүгін өз позициясынан төменірек ойнаса, Есатов та жарақат алып қалды. Сәрсенбі күнгі Қайратқа қарсы матчтан соң біздің жігіттер шаршаңқы күйде болған еді. Осыған қарамастан барын салған оларға ризамын. Второе выглядело лучше. Гол соғылғанға дейін ойын тең дәрежеде өтті. Одан кейін барып Атырау басымдыққа ие болды. Мұндай төсеніште ойдағы нәрселерді жүзеге асыру қиынға соқпақ. Енді не қайран, жеңілістің ащы дәмін таттық. Алда әлі 4 тур бар, соңына дейін күреспекпіз. Бірнеше ойыншыларымыз негізгі құрамдағы орындарынан айырылып қалды. Бұл мәселеге айналғандай. Төрешіге қарсы әрекетін дейсіз бе? Эмоцияға байланысты орын алған жайт. Кездесудің соңындағы сөйлескім келген, бірақ 4-ші төрешінің өзінше бір шешімдер қабылдап жатқандығын көрдім. Мұндай жағдайлар болып тұрады. Это эмоции, я не знаю почему. И настраиваюсь очень серьезно на эту игру. Ойын өте қиын және ауырға соқты. Соңғы 5-6 турда жеңістің не екендігін ұмытқан болатынбыз. Сондықтан бұл кездесуге тыңғылықты дайындалдық. Тіркелген есеп заңды деп ойлаймын. Тіпті соңғы сәттердегі қос мүмкіндіктерді ұтымды пайдалана алмадық. Келесі қонақтағы матчта да сәтті ойнап 3 ұпайды еншілеуге тырысамыз. Жанкүйерлерімізге қолдау білдіргендер үшін көп рахмет. Взятием воронения этой игры, этих 3 очков. Барлығымызда осы ойындағы жеңістің маңыздылығын түсіндік. Сол үшін де барымызды салдық. Бұл ұпай бізге ауадай қажет еді. Әріптестерімнің барлығына да ризамын. Бүгін олардың көздерінде от болды. Осыдан соң жаңа қарқын алып, алдағы ойындарда да жеңіске жетеміз деген ойдамын. Алғашқы алтылық бәсекелеріне де келіп жеттік. Мұндағы әрбір кездесу орталық матчқа баланбақ. Соның бірі Астана мен Ордабасы арасындағы ойынға тоқталамыз. Елордалықтар қонақта ойын өткізді және Еурокубоктық бәсеке алдында тамаша қарқын ала алды. Junior Кабананганың соққан жалғыз голы ұжымға жеңіс әкеліп, Ордабасыны тиісінше ұпайдан айырды. Осылайша олар турнирлік кестедегі басты бәсекелестеріне де жол беріп қойған еді. Ол жайында алда айтатын боламыз. Бұл командалардың жолы бір-бірімен 25 мәрте түйісіп, оның 16-сында елордалықтар үстемдік танытқан болатын. Ал небәрі 5 матчта Ордабасының асығы алшысынан түскен жайы бар. Мұндағы тең есептер саны 4. Астананың айқын басымдылығы статистикадан білініп тұр. Дегенмен шымкенттіктердің де соңғы кездесулерін сәтті аяқтап жүргендігі белгілі. Бірақ Бақтияр Байсейітов бұл ойында қандай тактиканы қолданса да Астана қорғанысының кілтін таба алмады. Алғашқы соққыны Серікжан Мұжықов жасады, бірақ кейпері өз орнында. Артынша Дмитрий Шамко да дәл сол тұстан жойқын соққысын жұмсады. Ал Ордабасы сапынан Александр Симчевич бір нәрсе жасағысы келді. Алайда айып алаңына асырған добын Нинат Эрич тез арада өзі уысында қалдырды. Мұжықов көтерген допқа басын тосқан Junior Кабананга есеп ашып кетуге де сәл-ақ қалған еді. Гогита Гогоның да мына бір әрекетіне лайықты нүктесін қоятын ойыншы табылмады. Астана қорғаушысынан сытылып шыққан Еркебұлан Тұңғышбаевқа дәлдік жетіспегендей. Алғаш тайм аяқталар тұста есеп ашылды. Мұжықовтың бұрыштамадан әуелеткен добынан соң Кабананга доптың бағытын сезгендей. Дәл сол тұстан табыла кеткен ол командасын есепте алға шығарып қана қоймай 3 ұпайды сыйлады. Артынша Шамко асырған допқа Марин Аничич сәл ғана кешігіп қалды. Александр Гейнриктің де айып соққысынан қақпаның сына қалуы өте қауіпті шықты. Гогова да қайшылап теуіп, Эричке қауіп төндірмек болған. Ордабасы шабуылды ұйымдастыра алғанмен түйіндеуде еш жолдары болар емес. Симчевичтің бос қалған қақпаны қиыс көздеуі осыған дәлел. Астананың кезекті бұрыштамасы сәтінде допқа бірінші секірген Рохер Канес соққысы бағанадан серпіліп Алмас Бекбаевтың қолынан табылды. Асхат Тағыбергеннің снаряды да сыналды. Бірақ бұрынғы командаласы оның мүмкіндігін жақсылап зерттеп біліп алған секілді. Осылайша матчта аяқталды. Минималды есеп тіркеліп, Астана чемпиондық атағын қорғауға тур сайын жақындауда. Ақырын жүріп анық басып келеді. Неге десеңіздер, Астананың командасы ол енді как-никак не ғой, команда бірінші орында келе жатыр. Ол психология өзіңіз айтқандай бойынша балдарға қатты не қылады да әсер етеді. Неге десеңіздер, ол жерде 6-7 ойыншы өздерінің құрама командасында ойнайды. Енді бізден асып баратқан оларында еш нәрсе жоқ. Но біраз енді үстемдігі сәл-сәл бізден бар. Сәл-сәл. Турдағы ең көп гол соғылған матч Оқжетпес және Ертіс арасындағы ойын. Мұнда стадионға жиналған жанкүйерлер 5-1 голға куә болды. Төртеуі керекуліктер тарапынан әрине. Ал алаңиелер бұған тек жалғыз ғана доппен жауап қатты. Оның өзі пенальтиден соң. Осы жеңістен соң павлодарлықтар турнирлік кестедегі 3-ші тұғырына қайта оралса, көкшетаулықтар өз позициясын жаңартпады әзірше. Ойынға шолу жасайық. Ертіс Оқжетпеспен осыған дейін 41 мәрте кездесті. 34 жеңіс керекуліктердің пайдасына жазылса, бар жоғы 5 жеңіс көкшетаулықтарға тиесілі. Одан бөлек 3 ойында таблода көрсеткіш тең нәтиже. Осы маусымдағы 3 кездесудің басым көпшілігінде жеңісті тойлаған Ертіс Оқжетпеске бұл матчта да еш мүмкіндік қалдырмады.
Есеп 17 минутта ашылды. Әріптесінен тамаша пас қабылдаған Карлош Фонсека қарымта шабуылда гол соғып кетті. Ал спортшыға көзделген соққыны қайтару қақпашы үшін әрдайым қиын. Артынша Ертіс ойыншылары өз айып алаңында доппен ойнап қақпаларына 11 метрлік айып соққысын белгілетіп қойды. Марат Хайруллин өзіне берілген мүмкіндікті тиімді пайдалана алатын ойыншы. Бұл жерде де мүлт кетпеді. Одан кейінгі мына шабуылға Саша Стаменкович жауап қайтара алды. Қорғаушылардың да еңбегін атай кеткен жөн. Ал 52-ші минутта есеп еселенді. Қазбек Кетериевтің бағыттаған соққысына Стаменкович тосқауыл қоя білгенмен, кері серпілген допқа басын тосқан Роман Мұртазаевтың соққысына кедергі келтіру мүмкін емес еді. 56-ші минутта Артем Куксин допқа иелік етіп, Мұртазаевтың қысымына ұшырады. Нәтижесінде шеберлік танытқан Роман допты тартып алып, қателікті кешірмейтіндігін білдірді. Есеп 0-3. Қонақтар мұнымен тоқтап қалмады. Ойынның нүктесін 77-ші минутта қойды. Кетериевтің мұндағы алғашқы соққысы қорғаушылардан қайтқанымен кезекті соққысы нысанаға дөп тиді. Төреші ойынның аяқталғандығын білдірді. Таблода көрсеткіш 1-4. Димитар Димитровтың тактикасы өз жемісін берді. Первый и второй тайм, я думаю, играю лучше. Командамыздың жеңіске жету үшін еңбегі сіңді. Бірінші және екінші таймда да біз керемет ойын өрнегін көрсеттік деген ойдамын. Қорғаныс шебі өзара түсіністікпен қимылдап 4 гол соғып үлгердік. Одан да көп соғуға болар еді. Қақпа маңдайшасынан керіс серпілген тұстар болды. Жігіттерге барын салғаны бүгін көрсеткен ойындары үшін алғысымды білдіремін. Бұл стратегиялық тұрғыда біз үшін маңызды кездесу болатын. Қарсылас командаларға да солай. 5 қорғаушы тактикасын қолданғаныма келер болсақ, құрам жағынан жетіспеушіліктен осындай ұстануға көшуге мәжбүр болдық. Ал Виталий Ли келер ойында алаңға шығады. С чем связано перестроение? Соңғы және ең тартысты ойынға да келіп жеттік. Ақтөбе мен Қайрат текетіресі. Бұл кездесуде матчтың тағдырын жалғыз ғана гол шешіп кетті. Андрей Аршавин өзінің Қайрат сапындағы 8-ші голды тамаша соғып, кезекті рет әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін кезекті рет сүйсіндірді. Ойында бірнеше пікір тудырарлық жағдайларда болды. Мәселен, матч барысында Егор Сорокин мен Аслан Дарабаев допқа таласқан сәтте кішігірім қақтығыс орын алған еді. Нәтижесінде төреші қос тарапқа да сары қағазын көрсетіп жазалады. Осыдан соң алматылық ұжымның жанкүйерлері өз ойыншыларынан неліктен ескерту берілгендігін ұқпай, наразылықтарын білдірген болатын. Артынша дәл осы кикілжіңнің неліктен орын алғандығы да анықталды. Дарабаевтың мына әрекеті Сорокинге ұнамаса керек. Ал матчтың барысы қалай өрбіді? Келесі сюжетімізде. Қазақ футбол жанкүйерлерінің көптен күтетін матчы да дәл осы ойын. Өзара бір-бірімен 58 кездесу өткізген қос тараптағы басымдылық Ақтөбеде. 27 ойында 3 ұпайды қарсыластарынан тартып алған. Ал Қайрат 21 рет өз жанкүйерлерін қуантқан екен. Ал 10 ойында 2 ұжым 1-1 ұпайды қоржындарына салған болатын. Мұндағы алғашқы соққыны алаң иелері жасады. Никита Бочаровтың гол соға алатындығын білеміз, бірақ бұл жолы маңдайшадан биіктеу кетті. Артынша Асланбек Кәкімов голдық пас шығарған болатын, бірақ қақпа алдында оны түйіндейтін ешкім табылмады. Одан кейінгі мына шабуылда Бауыржан Исламхан доптан айырылып қалған еді, бірақ мұндай мүмкіндікті Виктор Крюков тиімді пайдалана алмады. Әдетте бұрыштамадан көтерілген допты сәтті түйіндейтін Жарко Марковичке бұл жолы сәттілік жетіспегендей. Капитаннан пас алған Леандр Тавамбада қақпаға соққы жұмсап өз бағын сынап көрді. Мұндағы есеп 35-ші минутта ашылды. Андрей Аршавин айып алаңына еніп, сол жақ қаптауынан қақпаның алыс бұрышын тура көздеп, Самат Отарбаевты қиын жағдайға қалдырды. Бұл соққыны қайтару еш мүмкін болмады. Осылайша ресейлік аңыз ойыншының кезекті керемет голы назарларыңызда. Одан соң Дидар Жалмұқанда оң қанат арқылы белсенді қимылдап, қақпа алдына доп сұраған Бочаровке үн қатты. Никитаның соққысына қорғаушылар кедергі келтірді. Бочаров ештеңе таппады. Кезекті шабуыл барысында Крюковке пас тастаған еді. Бірақ шабуылшы рөлін атқарған Виктор тағы да сәтсіз қимылдады. Әріптесінен қайран болмаған соң Никита айып алаңның сыртынан соққы жұмсап, қонақтар қорғанысын бір сілкіп алды. Қақпашымен жеке дара шығар сәтте де Виктордың жолы болмады. Стас Покатилов дер кезінде келіп жеткен еді. Ал мына бір сәтте Покатилов допты сәтсіз тосып, қақпа алдында қарсыластарына мүмкіндік сыйлап қойды. Мұнда Кәкімов бір ғана соққыс арқылы тараз басын теңестіріп кетуге шақ қалған болатын. Бірақ Қайраттың абыройына қорғаушылар дер кезінде өз орындарына келіп жетті. Матч барысында Дидар Жалмұқан мен Бауыржан Исламхан байқаусыз соқтығысып қалды, бірақ ешқандай жарақат жоқ. Төрешіде ойынның аяқталғандығын білдірді. Минималды есеппен жеңіске жеткен Қайрат чемпиондыққа таласты жалғастыра түсуде. Очень сильно стараются против нас играть. Бірінші кезекте футболшыларымызды қиынға соққан жеңістермен құттықтағым келеді. Менің ойымша бұл Қайратты тізгіндеген уақыттан бергі қиындықпен келген 3 ұпай.
Сондай-ақ Ақтөбеге де білдірген жылы лебізім деп түсініңіздер. Қайрат пен Астана бізге қарсы ойында барын салып тырысатын жастар үшін шыңдалуға берілген керемет мүмкіндік. Одан бөлек аптаның ортасында біз өте ауыр өткен кубок бәсекесіне араластық. Ал Ақтөбе бұл уақытта демалған еді. Сондықтан бізде шаршаңқылық байқалды. Бірақ маңызды 3 ұпайды өз еншімізге жаза алдық. Соңына дейін күресетін боламыз. Осыншама алыс жол жүріп бізді қолдауға келген жанкүйерлерімізге шексіз алғысымды білдіргім келеді. Очень издалека приехали сюда. Ну, чуть-чуть не хватило, где-то удачи, может, где-то чуть-чуть. Берген тапсырманы орындауға тырысқандығы үшін жігіттерге рахмет айтамын. Сәл ғана сәттілік жетіспеді. Мүмкін шеберлік жағымыз сыр берді ме? Стадионда бүгін тамаша атмосфера болды. Сондықтан жанкүйерлерге де алғысым шексіз. Орталық шабуылшы мәселесін айтасыз ба? Мұнда кім бар? Сол ойнайтын болады. Қай ойында кімнің пайдасы мол, соны байқап қараймыз. Дидар Жалмұқан бүгінгі ойында тәп-тәуір ойын көрсетті. Бір жетіспегені түйіндеу жағы. Әйтпесе шабуылшының орнын жоқтатпады деген ойдамын. Бобер Давлатовпен өзара түсініскендіктен шабуылда көп болды. Керек кезінде де керемет ашыла білді. Виктор Крюковке хет-трик жасайтын мүмкіндік туған еді. Оның негізгі позициясы қапталда, тіпті қорғаныс шебіндегі. Бірақ мұндай жағдайларда болып тұрады. И много атак было, ну. Игра была хорошая, я считаю. Ойын жақсы өтті, жылдамдық жағыда көңілді көншітеді. Қарсыласымыз Азула. Бапкеріміздің берген тапсырмасын толықтай орындай алдық деген ойдамын. Өкінішке орай кейде сәттілік, енді бірде шеберлік жетіспеді. Бүгін біз де ойыннан ләззат алдық. Шабуылды нәтижелі түйіндеу жағынан жолымыз болмады. Келер жылы Еурокубок бәсекеге араласу үшін барымыз саламыз. 100%. 28 турдан соң алғашқы алтылық мынадай епте. Астана 65 ұпаймен әлі де көштің басында. Және оларда қосымша бір ойын бар екендігін айта кетейік. Ал алматылықтар болса олардан әзірге 4 ұпай қалдық. Ертіс 44 ұпаймен 3-ші тұғырға қайта оралса, Ордабасының еншісінде 43. Көкшетаулықтар өз кезегінде 5-ші сатыда болса, Ақтөбенің көрсеткіші әлі де 35. Енді екінші алтылыққа назар аударсақ, мұнда Тобыл көштің басын толықтай өз қолына алды. Еншілерінде 38 ұпайы бар. Ал Атырау 33-пен екінші тұғырда. Шахтерде де дәл осындай көрсеткішпен 9-шы орында орналасса, Талдықорғандықтар 27-ні алқымдады. 26 ұпайды тез арада жинаған Ақжайық 10-дықта болса, Тараз соңғы орыннан көтеріле алар емес, 25 ұпай. Ал сүрмергендер тізімі мынадай. 28 турдан соң алғашқы бесікте ивуарлық шабуылшы Жерарго 18 голмен әлі де бірінші орында. Ал екінші сатта 15 гол соғып үлгерген Роман Мұртазаев орналасса, үздік үштікті осыншама рет қақпаны тура көздеген Бауыржан Исламхан түйіндеп тұр. Сондай-ақ Тобыл форварды Душан Савичтің көрсеткіші олардан бірге кем. Ал Тараз Қарамажаны Малик Мане әзірше бесікті қорытындылауда, 11 гол. Ал Астананың негізгі ойыншысы Азат Нұрғалиев 11 голмен 6-шы орында. Оның 4-еуі пенальтиден болған соң Манеден кейін орналасқандығын айта кетейік. Одан соң 9 рет мергендігімен танылған Сергей Хищенченко орналасқан. Артынша 8 гол соғып үлгерген Андрей Аршавин тиісінше 8 сатыда болса, 9-шы орынға Марат Хайруллин көтерілді. Оның еншісінде де 8 гол бар. Сондай-ақ сербиялық Джорджи Деспотович 7 мәрте қарсылас қақпасынан саңылау тапқан. Енді кезек үздіктерді анықтауға да келіп жетті. 28 турдың қаһармандары кім? Бірге саралайық. Астана қақпашысы Нинат Эрич Ордабасыға қарсы ойында біршама рет өз иелігін аман сақтаумен болды. Сондықтан қақпа иелігіне дәл осы кейпер лайық. Ал қорғаныстағы шеп мынадай ойыншылардан құралмақ. Сол қанатта Дмитрий Шамко, ортаңғы тұста Симир Керла мен Куасси Куаджа, ал оң қапталдағы үздік Евгений Горячий. Тіреуіш жартылай қорғаушы позициясында қара жұмыс атқарғандар Алтынбек Сапаров пен Юлиус Соке өз позициясында үздік танылды. Сондай-ақ шабуыл шебі мынадай. Сол қапталда Андрей Аршавин болса, оң қанаттағы вингер Карлуш Фонсека, ал Роман Мұртазаев шабуылда керемет өнер көрсетті. Сондықтан құрамның тізімінде. Ал өткір шабуылда Сергей Хищенченко, жетісу қақпасына қос гол соққан ойыншы бүгінгі тізімде форвард. Ал ертіс бапкері Димитар Димитров Оқжетпеске қарсы керемет тактика ұстанып жеңісті өз еншісіне жазған болатын. Демек құрамның жаттықтырушысы болуға әбден лайық. Қайрат жастары биыл Чемпиондар лигасында бақ сынамақ. Өткен маусымда ішкі біріншілікте жеңімпаз атанған олар кәрі құрлықтағы айтулы додада бақ сынауға мүмкіндік алып отыр. Әрине, өз жас мөлшерінде, бірақ мұның өзі оларға үлкен тәжірибе болмақ. Келесі сюжетімізге үңілейік. Қайраттың 19 жастағы құрамын алда үлкен сынақ күтіп тұр. Себебі УЕФА Чемпиондар лигасының жасөспірімдер арасындағы турнирі күтіп тұрған жайы бар. Айта кеткен жөн, бұл халықтық команданың жастар үшін ең ірі халықаралық жарыс болмақ. Қарсылас команданың есімі белгілі. Кеңес үкіметі кезінде сәтті өнер көрсетіп жүрген Грузияның Тбилисилік Динамосы біздің ұжымға қарсылас атанып отыр. Осы мақсатта алматылықтар кеше Грузия астанасына келіп жетті. Жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де сол жақта болып, тіпті алғашқы жаттығуларына да кірісіп кеткен еді. Кездесу бүгін өтетіндігін естеріңізге сала кетейік. Ал қарымта матч қазанның 19 күні Алматыда өтпек. Подготовиться. Соңғы ойындардан соң бізде әрине шашаңқы күй бар, бірақ 2 күннен кейін тыңғылықты дайындалып қалыпқа келеміз деген ойдамын. Бар күшімізді жинап Динамоны жеңуге тырысамыз. Оңай қарсылас емес екендіктерін барынша көп күш жұмсау қажет екендігін де білемін. Осылайша ғана келесі кезеңге өтуге болады. Қайрат сапында ең алғаш рет осындай ауқымды турнирге қатысайын деп отыр. Сондықтан артылған үмітті ақтауға тырысамыз. На такой уровень выходим. Но играть можно.
Ничего особого не скажу. Күнтізбе өте тығыз, ауырға соғады, ол рас. Ешкімнен кем емеспіз, барлығымен де иық тірестіріп ойнауға болады. Тіпті әрі қарайда өтуге қауқарлымыз. Ойындарына қарап талдауда жасадық. Солардың ішінде әсіресе сол аяғымен сәтті өнер көрсететін орталық қорғаушысын атап өтер едім. 4-ші нөмірдегі. Техникасы өте жоғары, сондықтан ерекше көзге түседі. Бұл мен үшін жаңа белес, күресуге дайынбыз. Ал біз үшін жаңа тәжірибе. Для нас это новый опыт. Қайрат бұл кездесуге 20 ойыншымен бара жатқандығын айта кетейік. Қақпашылар Олег Грубов пен Ислам Нұрбаев. Сондай қорғаушылар Мәди Айтөре, Әлібек Қасым, Ескендір Қыбырай, Артем Алиник және Дарын Сүйінов. Одан бөлек жартылай қорғаушылар тізімі мынадай: Адам Адахаджиев, Илья Артющенко, Глеб Евсеев, Максим Котов, Айбар Нұрдалиев, Рамазан Оразов және Ұлан Өтешев. Шабуылшыларда баршылық: Марлен Айманов, Акмал Бақтияров, Мадияр Жаппарлы және Бағдәулет Жүзбай мен Артем Попов. Сондай-ақ Жандос Солтан. Оларды баптайтын қос жаттықтырушы Сергей Лободовский мен Андрей Травин. Ойыншыларымызға бүгінгі ойында тек жеңіс тілейміз. Себебі мұнда елдің намысы сынға түсіп жатқандығы мәлім. Хабарымыздың бұл санында өз мәресіне жетті, құрметті жанкүйерлер. Бүгін Астананың Еуропа лигасындағы швейцариялық Young Boysқа қарсы кездесуін арнамыздан тамашалап, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Матч Астана уақыты бойынша сағат 21:00-де басталмақ. Бұл ойынға шолуды біздің келесі санымыздан көре аласыздар. Әр аптаның бейсенбі күнінде ел чемпионатындағы, сондай-ақ клубтарымыздың халықаралық аренадағы кездесулеріне шолу жасайтын ұлт футбол бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Спортпен жолдарыңыздар.